Жедім бола ма балар? Жедің болады, я? Сен қалай? Жүгірдің, дұрыс. Жоқ. Жүрдің бола ма? Сен жүрдің бола ма балар? Жоқ, сен жүрдің. Я? Сен жүрдің. Сен отырдың. дұрыс. Сен отырдың. Жақсы отыра ғой жүгер. Балар, біз белгілер бойынша сендермен бірінші тапсырманы дұрыс орындауға тырыстық. Енді екінші тапсырманы қарайын, я? Гүлдің күртешесінде. Не жасырған екен? Сыңарын тап дейді. Сурет пен бөлікті сәйкестендір дейді. Бұл да осыған ұқсас ойын. Қазір жартыларыңа осындай сурет берем, ал жартыларыңа бөлік берем. Маған бір 4 оқушы келсін, кез келген келіңдер. Рахмет. Қазір. Бәріңе жетеді. Суретті ұстап, мына жаққа қарап тұрайық, апайларға ұстап. Қазір берем. Жоқ, мында тұрамыз. Қазір сендерге бөліп берем. Али не істеді? Я, ішті. Ақниетте құмырсқа дос деген сөз. Мына белгі, үш тұрған белгі дос деген сөз. Ал атыңды бе Айзере? Атимай. Я? Мен тамақ ұстым. Аха, мысалы, Али жеді, я? Енді мүбәрәк, мысалы, сенде қандай сурет? Ара. Сен осы тұрғандардың қайсысына сенің бөлігің тарих деп ойлайсың? Мысалы, Али арамен ойнады деген дұрыс бола ма? Жоқ. Али ара ішті деген дұрыс бола ма? Жоқ. Құмырсқа арамен дос деген дұрыс бола ма? Қалай ойлайсың? Ал, мысалы, Али ара жеді деген дұрыс бола ма? Жоқ. Қайсы дұрыс болады, балар? Қайсы сәйкеседі сендердің қолдарындағы суретін мүбәрәкқа? Ақниетке. Дұрыс, Ақниеттікі сәйкеседі, я? Кел, Ақниеттің жанына тұр. Яғни бізде осындай сөйлем шықты, қараңдар. Құмырсқа арамен дос, я? Ал Айзеренің қолында қандай сурет, қарайықшы? Су. Енді дұрыс, сендер түсіндіңдер, я? Бере қой. Жігердің қолындағы суретпен сәйкеседі, яғни Али су ішті, я? Келесі. Алихан, сенде қандай сурет? Доп. Енді қарайық. Алихан суреті қайсыған сәйкеседі деп ойлайсыңдар? Айзереге ма? Әлде? Я. Мысалы, Али доппен ойнады, я? Және менің қолымдағы сурет? Қандай сурет, қараңдаршы? Нан. Мүбәрәк, қалай ойлайсың? Я. Мысалы, я, Али нан жеді. Дұрыс. Рахмет. Біз бұл тапсырманы да дұрыс орындадық. Біз бір сергіп аламыз. Сосын осы тапсырманы орындаймыз. Жақсы ма? Орындарында тұрыңдар. Менің соңынан қайталаймыз. Жақсы ма? Қимылмен. Және айтамыз міндетті түрде. Күн күледі. Күн күледі. Терезеден қарайды. Кім жылайды? Кім күледі? Соның бәрін санайды. Я, енді бала басында. Күн күледі. Мен оны осылай таңбалаушы едім, міне. Күн күледі. Мына жердегі белгі күледі мынау, я? Міне. Күн күледі. Екі рет айттым. Күн күледі. Екіншісін кім таңбалайды? Сол, күн күледі. Асимай, кел. Тағы да күн күледі деп мен сияқты таңбалашы. Күн күледі. Жоқ, міне мұна күн Суреттен таңдама. Күн, енді күледі деген сөз таңбалау керексің. Жақсы. Мүбәрәк, кел. Терезеден қарайды. Терезе. Мында қойсын. Қарайды. Қарайдыға қайсы сурет сәйкеседі деп ойлайсың? Дұрыс, көз. Ақниет. Кім жылайды? Кімге мұнан алайық, я? Міне, кім, аха. Дұрыс, жылайдыға мұнан аласың. Кім жылайды? Отыра ғой. Келі ғой. Кім күледі? Кім дегенге мұнан алайық, я? Кім күледі? Аха. Және мынау ең соңғысы, я? Соның бәрін санайды. Мынан ең соңына қоя салайын ба?
отыра қой. Санамақ, иә? Бұл тақпақты таңбалау. Бұны біз бақшада мысалы сызып та таңбалаймыз. Енді мен сендерге таңбаларды көрсетемін, сендер жаңағыны айтуға тырысасыңдар, жарай ма? Күн күледі, қарайды. Күн күледі. Иә, сендер бұны бірінші рет естіп тұрсаңдар да, біз таңбалау арқылы бұны тезірек жаттап алдық, иә балалар? Жақсы. Бұны да жақсы орындадық. Келесі тапсырманы қарайын. Бұл жерде жазып тұр, таңбалармен ойын дейді. Мен осындай таңбалар алып келдім. Қазір бұны бірге атап алайық бірінші. Бірінші мынау тұрған белгі ара. Мынау қоршау. Келесі құс белгі. Мынаны білесіңдер. И. Шырша. Қар ұшқыны. Жаңбыр. Қар. Және артында бар менде, қараңдар. Шеңбер. Шаршы. Асықпаймыз. Шаршы. Үшбұрыш. Сызық. Жылан дейді мына белгіні. Мынау спираль және күн. Қазір мен бұл белгінің біреуін мысалы Ақниет келе ғой. Әдемі отырайық, аяғымызды жинап. Ақниет теріс қарап тұрады, мен Ақниеттің артына бір сурет салам, сендер айтпайсыңдар. Ақниет менің қолымның қимылы арқылы табуға тырысады. Мен Ақниетке саламын мына белгіні. Жарай ма? Сендер айтпаңдар. Ақниет. Дұрыс. Отыра ғой. Кел. Ал саған белгіні салады Мүбәрак. Кел. Қай белгіні саласың? Артында да бар, қарасаң. Ал салам. Қара. Мұнда қара. Мұнда қарап табуға болады саған. Мүбәрак саған қайсыны салды деп ойлайсың? Мүбәрак қайта салшы. Қайттан бір рет салшы. Бір рет сал. Сенікі мынаған ұқсап қой. Жоқ. Мүбәрак, сен қайсыны салдың? Жаңбыр. Негізі жаңбыр, иә, қоршауға да келеді, иә? Айзере кел. Саған сурет саламыз. Алихан салады. Қазір. Алихан салсын. Алихан, қайсыны салғың келеді? Екі жағында да сурет бар. Айзере, саған біз қандай сурет салдық деп ойлайсың? Сенің арқаңа. Құс белгі ма? Балалар, біз қандай сурет салдық? Орнымызда отырып айтамыз. Рахмет. Жақсы. Дұрыс. Рахмет. Балалар, біз бұл тапсырманы да жақсы орындадық. Енді бізде балалар соңғы тапсырма қалды. Ол ертегі оқиын бар. Ертегі айтып беремін осы белгі бойынша. Балалар, бұл ертегінің аты түлкі мен тырна. Жоқ, тырна. Қазір сендерге мынау белгілер бойынша мен ертегі айтып беремін. Сосын сендер мұқият тыңдаңдар. Сосын сендерден сұраймын. Жарай ма? Ол үшін қолымыз тіземізде, ешкім қозғалмайды, иә? Маған қарап отырсыңдар, Алихан дұрыстап отыр орындыққа былай. Иә. Баяғыда түлкі мен тырна дос болыпты. Бір күні түлкі тырнаны өзінің үйіне қонаққа шақырады. Тырна түлкінің үйіне қонаққа барады. Сосын түлкі болса, тырнаға ботқаны осындай табаққа салып береді. Тырнаның тұмсығы ұзын ғой. Ол ана ботқаны шоқып жей алмай қайтады. Үйіне аш қайтады. Сосын тырна айтады, жарайды. Онда түлкі, келесі күні сен біздің үйге қонаққа кел дейді. Сөйтіп, тырна түлкіні өзінің үйіне қонаққа шақырады. Түлкі қуанып барады, бүгін бір тамаққа тоятын болдым ғой деп тырнаның үйіне барады. Ал тырна болса балалар,
сорпа істеп оны құмыраның ішіне құйып береді. Түлкінің құмыраға аузы сыймайды. Ал Тұрна болса өзінің ұзын тұмсығымен осы құмыраның ішін шоқып жаңағы тамақты жеп қояды. Түлкі болса ренжіп, үйіне қайтады. Сол күннен бері екеуі дос болмапты. Бұл ертегінің аты қалай екен? Түлкі мен Тұрна. Қазір осы ертегіні кім айтып береді маған? Мен. Кел, Асимай. Былай, шетінен тұр. Сен бұл ертегіні бұрын тыңдадың ба, Асимай? Бүгін тыңдап тұрсың ба? Бүгін тыңдап. Аха, айта қоялым. Түлкі мен Тұрна дос болды. сосын? Бірге қонақ шақырды. Иә. Түлкі Ботқаны қайда қойып берді? боқтаға тамақ қойып берді. Иә. Тұрна оны жейді ма? Жемейді. Жеймейді. Иә. Дос болмай қояды. Жоқ, сен мынаны қалдырып кеттің. Сосын Тұрна Тұрна түлкіні өзінің үйіне қонаққа шақырады, иә? Сосын түлкі жейді ма? жей алмайды. Неге? Тұрна тамақты қайда салып береді? Құмыраға салып береді. Түлкі жеймейді, иә? Үйіне аш қайтады. Дос болмай қояды. Иә, содан бері екеуі дос болмапты, иә? Алихан, сен бұл ертегіні білесің ба, әлде жаңа ғана тыңдадың ба? Ал енді сенің кішкене ары қарай тұр, иә, балалар да көрсін. Түлкі Тұрнамен дос болды. Дұрыс. Тұрна түлкіні үйіне шақырды. Жоқ, түлкі де, түлкі. Түлкі Тұрнаны үйіне шақырды. Иә. Сосын? Тұрна түлкіге ботқа піскенді. Оны жей алмайды. Иә, неге? Өйткені ол Ыңғайсыз, иә, ма Тұрнаға нан жеу, иә? Дұрыс, Алихан. Тұрна түлкіні үйіне шақырды. Дұрыс. Сосын құрбаға Иә? Дұрыс, құмыраға. Тамақ салып береді. тамақ салып береді. Түлкі Оны жейді. бірақ жей алмайды. Дұрыс, түлкі жеймейді. Сосын не болады? Сосын дос болмай қояды. Сол күннен бері екеуі бір-біріне ренжіп қалыпты, иә? Рахмет. Түлкі Тұрнаның үйіне шақырды. Дұрыс. Сөйтіп үйіне барды. Тамақты қайда салып береді? Табаққа. Дұрыс. Тұрна жейді ма? Жоқ, жей алмайды. Жеймейді. Сосын Тұрна түлкіні үйіне шақырды. Сөйтіп қуанып барып Иә. құмыраға салып береді. Иә. Түлкі болса жей алмайды. Сол екеуі сосын дос болмайды. Иә, сол күннен бері екеуі араз екен, иә? Иә. Балалар, қане әдем отырайық, жігер, иә? Әдем отырайық. Басында келісті, қолымыз тіземізде. Енді мен сендерге сұрақ қойайын. Біз бұл ертегіден нені түсінеміз? Түлкі мен Тұрна болды. Екеуі негізі дұрыс жасады ма? Жоқ. Қалай істеу керек еді? Мысалы, түлкі өзі шақырды Тұрнаны қонаққа. Иә, ол мысалы Тұрна жей алатын, дұрыс айтасың, Ақниет, қаттырақ айт. Ол Тұрна жей алатын, ыдысқа жаңағы тамағын салып беру керек еді, иә? Мүбәрак әдем отыр. Иә? Сонда ештеңе болмайтын еді. Яғни балалар, бұл ертегіден біз нені түсінеміз? Біз егер үйге біреуді, мысалы, досымызды қонаққа шақырсақ, біз оның қонақ жайлығымызды көрсетіп, жағдайын жасау керекпіз, иә? Мысалы, сен мүбәрак үйіңе жігерді шақырып алып, оған мысалы ойыншық бермей қойсаң дұрыс бола ма? Болмайды. Дұрыс болмайды, иә? Барып жүрсің ба? Мен жай мысал айтып жатырмын, иә? Мысалы, немесе мүбәрактың үйіне мысалы Ақниет келіп, сен Ақниетке су ештеңе бермей қойсаң, ол дұрыс болмайды, иә? Біз қонаққа шақырғаннан кейін бір-бірімізге жаңағы қонақ жайлығымызды көрсетіп, иә? Ойыншығымызбен бөлісіп, барымызды беріп, не болу керек? Дос болу керек. Бұл жағдайда екеуі де дұрыс жасамады, иә, балалар? Иә. Біз олар сияқты болмайық. Жақсы ма? Иә. Балалар, сендер бүкіл менің балаларым дайындаған барлық тапсырманы өте жақсы орындадыңдар. Менің балаларым сендерге мынау сандыққа салып, мынандай чупа-чуп істеп беріп жіберді. Сендер өте жақсы қатыстыңдар, үлкен рахмет. Бір-бірден ала қойыңдар. Мен балаларым айтып барам, сендер берген тапсырманың барлығын орындады деп. Алдыңдар ма? Иә. Рахмет сендерге, апайларға айтамыз, сау болыңдар дейсің. Сау болыңдар. Сендерге мұғалімдерге баруларыңа болады.